Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін бізде ерекше шығарылым. Қонақта мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи мырза. Өздеріңіз білесіздер, жақында Бурабайда президенттің қатысуымен ұлттық құрылтай отырысы өткен болатын. Ермұрат ағамыз сол жерде сөз сөйлеп, мәселе көтерген еді. Армысыз, Ермұрат аға. Сіз байқауымша журналистерге өте көп ұрсып жатасыз. Сондықтан сізден бүгін сөз естімейін деп сұрақтарымды жазып алып келген едім. Қарсы болмасаңыз мен оқып отырайын, я? Жақсы, мен енді ұрысқанда бір өшпенділікпен немесе бір қастықпен емес, өзімнің әріптестерім кейде сондай бір ықыласпен олар төбеден түскендей болып бір кейде сұрақ қояды. Ауылдың әңгімесі сияқты бір сұрақтар болады. Журналист деген дүние маман, ол сұхбатқа келгенде дайындалып келу керек қой. Ол сұрағының өзін жаңа көріп отырған көрермен сұрағының өзінен ләззат алатындай болу керек. Ол мынау қалай жаңағы адамды сөйлетіп отыр деген сияқты. Ал жаңағы бір әр жерде бір естіген өсек аяң сияқты ауылдың әңгімесі сияқты дүниелермен сұрақ қойғанда шында да бір ашуланып кететінім бар. Сондықтан жақсы оқысаң оқып отыр. Рахмет. Президенттің 2022 жылғы Қазақстан халқына жолдауынан бері 3 жыл өткен екен. 3 жылдан бері көптеген өзгерістер бар сияқты. Ал сіздің көңіліңізден шыққан, халықтың көңілінен шыққан қандай реформаны атар едіңіз? Реформа дегенде әрине сол 3 жылдан бері елге саяси жылымық келген бірінші кезекте мойындау керек. Қоғамда үміт болды. Сол үмітке байланысты президенттің тарапынан біраз реформалық өзгерістер жүрді. Енді оны ең бастысын айтатын болсақ, мен өзім бір мандатты сайлау жүйесі арқылы, мажоритарлық сайлау арқылы парламентке келуімнің өзі де өзгерістердің бір нышаны. Бұл ең соңғы бір мандаттық сайлау 2005 жылы болған. Одан кейін оның бәрін өзгертіп тастаған. Тек қана партиялық тізіммен сайланып болған. Сондықтан одан басқа да көптеген осы 3 жылдың ішінде өзгерістер болып жатыр. Әрине ол бір масштабы бір біз қоғам күткендей 30 жыл әбден сіресіп қалған авторитарлық жүйеде қоғам бір үлкен өзгерістерді бірден күтті ғой. Бірақ бізде президент Тоқаевтың өзі айтқандай өзгерістер қадау-қадауымен жүзеге асады. Ол негізінде мынау реформа деген мәселе бір елдерде баяу, бір елдерде шапшаң жүруі ол әрі қалай болып жатыр ғой. Мәселен, мен өткенде бір журналистер сұрақ қойғанда айтам, Грузияның мәселесін алайық. 3 жылдың ішінде 3 жылға толмайтын уақытта 2 жылдың асар аспас кезде бүкіл мемлекеттік жүйені реформалады. Бірақ нәтижесінде не болды? Нәтижесінде Абхазиядан айырылып қалды, оңтүстік Осетиядан айырылып қалды. Бұл енді қалай болғанда да біздің елде де біз өзгерістердің бәрін өз ішіміздің мүмкіндігіне байланысты емес, сыртқы мүмкіндіктерге де көңіл аударуға тура келетін сондай бір геосаяси жағдай пайда болды. Ал енді реформаны баяу жүруі, мәселен, Украинаның тәжірибесін қарайық. Ол жерде Украинада мәселен евроинтеграцияға ұмтылған бір топ болды, Россияға қарай алаңдаған екінші топ болды, ұлттық дамуға ықыласты үшінші топ болды. Соның нәтижесінде елде реформа жүрмей қалды. Ал аяғында нәтижесінде келді де қазір Украина үлкен соғыстың ошағына айналып кетті. Сондықтан біздің жағдайда біз сол екі нұсқаның ортасын алған, жаңа қадау-қадау деген сөзден шығады, сондай өзгерістер жүріп жатыр. Әрине қоғам тарапынан бір наразылықтар бар, әсіресе саяси тұрғыда өзгерістер жоқ деген сияқты. Оның бәрін мен ойлаймын өзім сәтімен келеді. Бізге қазір күн тәртібіндегі мәселе қазіргі жағдайдағы. Біз мынау теңселіп тұрған заманда өзіміздің мемлекеттігімізді, өзіміздің тәуелсіздігімізді, өзіміздің елдің территориялық тұтастығын сақтап қалу қазір әлдеқайда маңызды болып тұр бізде.
Мен сөйтіп ойлаймын өзім. Біз әлде бір мынау дүние дүркіреп жатқан кезде әлде бір өзгерістермен өзімізді сондай бір ықтимал тәуекелдерге, жаңағы рисктерге апарып тықпалағаннан гөрі қазіргі жағдайда жау қуып келе жатқан жоқ. Ақырындап жүзеге асып жатыр. Мен ойлаймын, мынау енді алдағы 26-27 жылдары саяси тұрғыда да үлкен әлде өзгерістер жүреді деп ойлаймын. Реформа деген дүние өзі бір жасалып бітіп үй сияқты емес қой, салып қойдық, міне үйіңе кір отыр мынау деген сияқты. Реформа деген дүние өзгерісі, формасын өзгерту деген мағына білдіреді ғой. Ол тұрақты жаңағы жүріп тұру керек, перманентті дейді ғой. Ол әр кезде жүріп тұру керек. Өткенде де мен журналистер осыған байланысты сұрақ қойғанда мен айтам, 200 жылдық демократиясы бар Америка Құрама Штаты қазір реформалық өзгерістер жасап жатыр. Мәселен, мемлекеттік басқару институттарына жаңадан бір құрылымдар құрылып жатыр. Ана Илон Масктың отырған қазір қызметі, мысалы үшін жаңағы құзыреті, ол Америкада бұрын соңды болмаған. Сол сияқты өзгерістер ол Американың өзінде болып жатқан кезде бізде де біз енді 30 жылдық авторитарлық жүйеден кейін әрине бізде шөлдеп көп қалған қоғам бар. Сондықтан өзгерістер әлде болады. Біз әлгі бірден бәрі бола қоймады деп бір өзіміздің наразы пікіріміз бар қоғамда. Бірақ оның бәрі мен ойлаймын, бізде өзі сабыр түбі сары алтын дейтін халықпыз ғой. Сондықтан қазіргі жағдайда әлі өзгерістерден, үлкен өзгерістерден әлде үмітіміз бар деп ойлаймын. Реформалардың орындалуына мемлекеттік органдар, сот немесе прокуратура кері әсерін тигізіп жатыр деген пікір бар. Мысалы, халықтың шағымы тиісті деңгейде қаралмайды дейді. Сіз бұл туралы не ойлайсыз? Жалпы енді осы әсіресе мына құқық қорғаушы органдар тарапынан, әсіресе прокуратура, сот тарапынан қоғамда сол органдарға наразылық көп. Әділетті Қазақстан деген идея көтерілді ғой, бастама көтерілді. Соған байланысты бізде осы өткен 2 жыл бұрынғы, 3 жыл бұрынғы референдумда сот жүйесі де өзгерістерге ұшырады біраз. Бірақ ол соншалықты бір терең өзгерістер емес. Қазір сот ісіне ешкімнің айналысуға қақысы жоқ. Тіпті президенттің өзінің де сот ол бөлек билік қой, президенттен бөлек. Соған байланысты мен ойлаймын, жалпы мен ойлаймын, қоғамда қалыптасқан жағдай осы жаңа ешкім араласпауы керек деген бір қамал тұрғызып алған сот органдар. Шағымданып келген, әділет іздеп келген азаматтардың не үні жетпейді, не қабылдау болмайды. Соның салдарынан қоғам тарапынан осы соңғы болып жатқан өзгерістерге наразылық бар. Ол соның салдарынан келеді де жаңа президент Тоқаевтың жүргізіп жатқан реформалық саясатының өзіне қоғам тарапынан нұқсан келетіндей наразылық бар. Ол енді бізде кезінде ашылды ғой, жаңағы осыдан бір 2 жыл бұрын әрбір мемлекеттік органдардың жанынан қоғамдық қабылдау деген сияқты бөлмелер ашылды. Олардың бәрі қазір біртіндеп қайсы істеп, қайсы жоқ, қайсы белгісіз қазір. Халық келген өтініш шағыммен келген, әділет іздеп арманымен келген азаматтарды қабылдау, олардың мұң-зарын тыңдау мәселесі бізде әлі күнге дейін толық шешілген жоқ деп ойлаймын. Соның салдарынан жаңа елдегі өзгерістерге қоғамның көңілі толмайтын жағдай бар. Тіпті кейде наразылық бар. Жаңа Қазақстан, ескі Қазақстанда жаман деген сияқты пікірлер бар. Осының бәрі мынау тиісті мемлекеттік органдар тарапынан халықпен жаңа мемлекеттік органның арасында байланыстың болмауынан, кері байланыс дейді ғой. Сондайлардың бәрі кемшін түсіп жатқан себепті осындай бір елдегі мемлекеттік басқару билігінде бір олқылықтар бар. Ал енді жаңағы өзің сұрақ қойып отырғандағы сот пен прокуратура органдарына шағымданған азаматтардың көпшілігі бізге келеді, депутаттарға келеді. Қарап отырсаң, депутаттардың да ол органдардың ісіне араласуға қақысы жоқ.
Сондықтан олардың мұңзарын тыңдауға тырысып, одан кейін жаңағы тиісті органдарға хат жазып, хабарласып шығып, мынау азаматты қабылдаш, мынау біреу бейшараға обал болған екен деген сияқты біздің өзіміз де сол бір сұрамшақтық, бір жалынып жалбарыну жағдайына тап болатын мәселелер көп. Өйткені келіп отырған азаматтың көзінен, түрінен өзінің жаңа еңіреп келген, етегі жасқа толып келген сондай азаматтардың жағдайын түсінесің ғой. Сол кезде шынында да өте жетектеп жүріп бір көмек жәрдем жасағың келеді. Бірақ оның бәріне мәселе маған бүгінгі күннің өзінде 12 шағым келіп түсті. Bir günde. Соның 9-ы сот пен прокуратураның жұмысына наразылық арқалаған өтініш арыздар. Енді әрине біз енді депутаттар парламент негізі соттың рөлін атқара алмайды. Бірақ жаңа жаны ашығаннан осыған бір ыждахатпен бір арағайын болғым келеді. Сол арыз арманы бар, жаңа айтып отырмын ғой, етегі жасқа толып келген азаматтың көз жасы түрткім келеді. Сол тұрғыда тиісті мемлекеттік органдарға шығып, барып, түсіндіріп, айтып, олардың жаңағы айтып отырмын сот пен прокуратура, әсіресе сот органдары, ол өздерінің қағидасы бар. Осы мәселені қалай да бір реформалаудың бір қажеттігі бару деп ойлаймын. Енді әркімнің өз шындығы бар ғой. Мәселен, жаңа өтінішпен келген азаматтың өз шындығы болса, сот өзінің біз заңның негізінде, тиісті заңнаманың негізінде, тиісті баптардың негізінде осындай шешім шығардық дейді. Бірақ ол сол шешімге дейінгі мәселе, тергеу мәселесі, жаңа экспертиза, одан басқа да толып жатқан процессуалдық мәселелердің бәрінде олқылықтар болғаннан айналып келгенде жаңағы бір шырғалаңға тап болған, сотты жағдайға тап болған азамат өзін әділетсіз соттады дейді. Немесе туған туысқанын әділетсіз соттады дейді. Соның салдарынан осындай наразылықтың толқын туады. Ол айналып келгенде ол толқынның бәрі жаңа президенттің ауласына, президенттің бақшасына барып түсетін тас сияқты болып көрінеді. Сондықтан осындай пікірлер бар екенін жасыруға болмайды. Ескі Қазақстан демекші, күні кеше сіз мәжілісте ескі Қазақстан өкілдері қазіргі Қазақстанның билігіне әлі күнге дейін ықпалын тигізеді деп айттыңыз. Бұл сонда қалай көрініс тауып жатыр? Ықпалын тигізді деуге келмейді. Мен дәл сөйтіп айтқан жоқпын. Ескі Қазақстан әлі күнге дейін өзінің бұрынғы позициясына қайтып келудің бір әрекеттерін жасап жатқан жағдай бар деп айттым мен. Онда енді кезінде мемлекеттік жаңа қазынаға мұртын батырған, барлық жағдайдың жаңа шалқып өмір сүрген бұрынғы биліктің өкілдері, енді олардың ішінде жастары бар, басқасы бар деген сияқты, олар қайтадан өздерінің статус-кво соны қайтадан орнатқысы келетін жағдайлар бар. Мен осы тұрғыда айттым. Оның үстіне сол ескі Қазақстанның өзі осындай әрекеттер жасап жатқан арнайы топтары, бота фирмалары деген сияқты, одан кейін идеологтары бар дегендей, олар қазір мынау интернет ресурстардағы жүрген тәуелсіз журналистерді, тәуелсіз паблик жаңа арналарды, ресурстарды өзіне тарту әрекетін жасап жатыр. Соның салдарынан қазір мынау елдегі мемлекеттік саясатқа, жаңа Қазақстанның саясатына қарсы үлкен бір қарсы әрекеттер туып жатқан бажайлап білуге болады. Тіпті мәселен айтайық, мына қоғамдық пікірдің лидер общественный мнение, сол азаматтарды сол қоғамдық пікірдің серкелерін өздеріне тарту, кейбіреуін жекешелендіру, қаржыландыру, онан кейін өздерінің ықпалын жүргізу, жаңағы ақшалай сатып алу деген сияқты әрекеттер байқалады. Оның бір-екі мәселен маған осы масс-медиадан журналистер кезіндегі бірге істеген, бірге жүрген деген сияқты әсіресе жастар жағынан келіп өз пікір бөліскен сәттері болды. Мен не істесем екен, мені осылай тартып жатыр. Бұның қаншалықты
мен қаупі бар, қатері бар деген сияқты тұрғыда. Әрине мен оған енді жақсы айлық, жақсы жалақы беріп жатқаннан кейін сен оған барма деп айтуға келмейді. Ол өзінің әркімнің азаматтық өзінің шешімі, кәсіби шешімі, ішкі ар-ождан, ұят шешімі деген сияқты. Сондықтан ондай әрекеттер бар екені шын. Ол біртіндеп үлкен бір науқанға айналып кетуі мүмкін. Соның салдарынан қоғамдағы мына протесттік пиғылдың бәрін, ниеттің бәрін үлкен бір қозғалысқа, тіпті екінші қаңтарға дейін жеткізу әрекеттері болуы мүмкін. Мен осы мәселені қауіп қылып айтқаным ғой. Біз елде әрине халықтың бәрі бірдей ниетте деп айтуға келмейді. Қоғамда наразы ниеттегі қауымдастықтар бар, азаматтар бар. Қоғамның бәрін бір жаңағы деңгеймен өлшеуге болмайды ғой. Әркімнің өз түсінігі бар, түйсігі бар. Қоғамда болып жатқан жағдайларды қабылдау өзінің деңгейі бар деген сияқты. Сол тұрғыдан келгенде осы жаңағы наразы ниеттерді өзіне тартып, сол ниеттестерді өзіне тартып, сондай бір үлкен бір қарсылық, наразылық армиясын құру арқылы қоғамда теңселістер тудыру. Сол арқылы мына елдегі қалыптасқан биліктің іргесін шайқалту. Сол арқылы қайтадан әлде бір төңкерістер, теңселістер арқылы билікке қайтып келу. Өздері қайтып келмесе де өздерінің өкілдерін жеткізу. Қайтадан бұрынғы режимнің бір билігін орнатуға деген ниет, пиғыл, соның жүзеге асыру мақсатында істеліп жатқан әрекеттер бар деп айтуға болады. Оны жасырмау керек. Оны біз әгі жау жоқ деме жарасында деген сөз бар қазақта. Онан кейін ол протесттік қоғамды жау деп санауға болмайды. Бірақ дегенмен сол ерік жігері, ой пікірі, наразы көңіл айтатын ниеттегі азаматтарды әлеуметтік тұрғыда бір басқа бір осындай қоғамдық саяси жағдайларды теңселтіп жіберетін әрекеттерге тарту арқылы елдің тұрақтылығын бұзу, сол арқылы өздерінің жаңа қайталап айтайын статус-кво жағдайын қалыптастыру әрекеттері бар екенін мен осы тұрғыда айттым әңгімені. Сол кезде жаңағы ескі Қазақстанның ықпалы дегенді. Ықпал емес, керісінше ескі Қазақстанның қайтып келу, жаңағы өш алу деген сияқты, не болмаса реваншистік пиғылдымен әрекет ету жағдайына мен өзімше сілтеме жасап айтқаным ғой. Сіз 25 жыл өміріңізді оппозицияға арнадыңыз. 2019 жылы билік бірден бір күнде ауысқан кезде сізде қандай сезім болды? Күмән мен күдік болды ма, әлде Қазақстанның болашағына деген үміт оты басым болды ма? 2019-дан 2022 жылға дейін мен осы қазіргі президент Тоқаевтың сыншысы болдым, қаңтарға дейін. Егерде осы дат-қазының тігінтісін ақтарып отырсаңыз, оған көзіңіз жетеді. Себебі аяқ астынан Назарбаевтың биліктен кетіп, оның орнына президент қып Тоқаевты былай айтқанда тағайындап кетуі, саяси сыбайластықтың әсері деп қабылданған жағдайлар болды. Саяси сыбайластықпен бұрынғы саяси режимнің жалғасы сияқты қабылданды. Шынында да тек қана ел басындағы, билік басындағы тұлғалардың ауысқанымен сол 3 жылда, 19 пен 22 жылдың арасында елдегі президенттік билік жартыкеш болды. Бір жағында қауіпсіздік кеңесінің төрағасы отырды. Ол тіпті президент Тоқаевтың өзінің отырыстарына шақырып, үстелдің бір бұрышына отырғызып қойған кезі болды. Сондықтан оған қалай иланасың? Оны қалай халықты алдарқату амал екенін қалай жоққа шығарасың? Сондықтан мен 2022 жылы қаңтардан кейін президент Тоқаев жаңа Қазақстан идеясын көтеріп, өзінің билігін толық алған кезде
Назарбаев ана қауіпсіздік кеңесін өзінің құзыретін бәрін өткізіп беріп, саяси биліктен кеткеніне көз жеткен кезде, шынында да президент Тоқаевтың жаңа Қазақстан орнату, қалыптастыру жөніндегі идеясына, бастамасына мен сеніп, соған көмек жасау үшін өзімше өзімнің қолымнан келетін мүмкіндікті осыған жұмылдыруға, соны бір жағына шығсам деген азаматтық өзімнің бір ниетіммен, бір азаматтық перзенттік бір парызымды өтеуді дейміз бе, енді бір қаттырақ биік айтып кеткен бір пафосный сөз болып кетеді енді. Бірақ дегенмен сондай оймен мен сайлауға түстім. Сондай оймен қазірдің өзінде де сол осы елдегі жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан идеясын, бастамасын әбден қалыптастыруға өзімше өзімнің қолдан келген бір мүмкіндігімді жұмсасам деген ойда жүрмін. Осы жылы соңғы сапарыңыз Бурабайда болды, иә? Президенттің қатысуымен ұлттық құрылтайға қатысып келдіңіз. Көңіліңізден шықты ма? Жалпы осы жолғы құрылтай бұрынғы құрылтайларға қарағанда әлдеқайда бір мынау динамикалық тұрғыда дейміз бе, жалпы мазмұны тұрғысында, өзінің табиғат тұрғысында әлдеқайда маған көңіліме ұнады. Енді кім қалай айтатынын білмеймін. Бұл құрылтайда біраз саяси мәселелер көтерілді. Ең ішіндегі мәселен мынау ішкі саясат концепциясын, доктринасын жасау жөнінде. Ішкі саясат деген ол қоғамның жалпы даму идеологиясын қалыптастыратын бір тұғырнамалық құжат қой. Сол тұғырнамалық құжаттың негізінде елдің ұлттық даму идеологиясын қалыптастырудың бір фундаментін салу жөнінде президенттің тарапынан бастама болды. Белгілі саясаттанушы, саясаткер, қазіргі мәжіліс депутаты Айдос Сарым жақсы баяндама жасады осы тұрғыда. Тіпті болашақ ішкі саясат концепциясының негізгі фабулаларын, негізгі новеллаларын түгелдей тігісін жазып президентке ұсынды. Президенттің тарапынан қабылдау болды, бірақ енді ол әзірше сөз жүзінде қабылданған мәселе ғой. Болашақта оның негізгі құжаттары жасалады деп ойлаймын. Соның негізінде мынау қазіргі елдегі ішкі саясат мәселесін, жалпы сол ішкі саясаттың негізінде жалпы мемлекеттің бір саясат, әлеуметтік саясаты бар, басқа саясат бар, тіпті спорт, дін мәселесі дейік. Соның барлығы бір тұғырнама арқылы дамытудың бір концептуалдық бір құжаты дайын болады деп ойлаймын. Қазірге дейін бізді мәселен бір ведомство бар, бір министрліктің өз алдына саясаты бар, бір әкімнің өз алдына ішкі саясаты бар мәселен. Сол сияқты осы ыдырап, шашырап жатқан дүниені біріктіріп, бір ұлттық даму идеологиясын қалыптастыратын бір платформа керек болған. Мен бұдан үлкен үміт күтемін. Сонымен бірге президент осы құрылтайда сөзінің бісмілласында ең басында мына дін мәселесіне тоқталды. Бұған дейін мына саяси билік тарапынан жабулы қазан жабуымен жатқан тақырып еді. Жоғары саяси билік тарапынан елдегі қалыптасқан мынау діни араздық, әсіресе исламдағы. Ол араздық дегенде жаңа теріс діннің басқа сырттан келген бір ағымдардың елдегі қоғамдық жағдайға әсері тұрғысында президент, кері әсері тұрғысында президент жақсы өзінің ойын айтты, пікірін айтты. Және біздің осы парламентте былтырғы жылы көтерілген бастама болатын дін мәселесіне байланысты заң қабылдау жөнінде жаңа. Бұрынғы алғашқы заң 90 жылдары қабылданды ғой. Онан кейін 2010 жылдары оған біраз өзгерістер енді. Ал одан бері елдегі мынау діни қатынастарда біраз, күнделікті өмірімізде біраз өзгерістер болып жатыр. Әсіресе мына теріс ағымдағы діни ағымдардың біздің қоғамдық тұрақтылыққа әсері ежелден мыңжылдық қазақтың қалыптасқан ежелгі ұлттық
салт дәстүрі мұрасы негізіндегі ежелгі қазақтың өзі ұстанған діни салтына қарама қарсы бір ағымдар пайда болды. Олар біртіндеп дендеп қоғамға сіңіп бара жатыр. Олар жаңағы қоғамдағы базарларды, мектептерді, спорт мектептерін, жалпы қоғамды біртіндеп жаулап бара жатыр. Ол егерде біздің қоғамның тұрақтылығына қызмет ететін болса, әлде бір игілікті, ізгілікті әрекеті болатын болса, оған әрине қарсылық жоқ. Бірақ біздің қалыптасқан устойды, жаңа қалыптасқан елдің қазақтың мың жылдық өзінің салт дәстүріне, мұрасына кері әсер етіп, әлде бір арам пиғылдармен теріс идеяларды идеология дәрежесіне жеткізіп, тіпті биліктің сатыларына дейін жетіп қалған бұл теріс ағымдарға қарсы бізде бір заң тұрғысында әрекет болу керек еді. Біз оны ол жөнінде былтырғы жылы бастама көтеріп заң жобасын дайындағанбыз. Оны тиісті мемлекеттік органдардың сарапшылығына бердік. Қазір қолданыстағы заңдарға қарама қайшы бір келіп қалатын жағдайы болмасын, сарапшылық өткізіп берсін деген тұрды. Бірақ бір жыл болды. Бір жылдан асып бара жатыр. Былтырғы жылы 14 наурызда бергенбіз. Міне одан бір жылдан асып бара жатыр. Осы жолы президент өзінің ықыласын сездірді. Елдегі осы діни қалыптасқан тұрақсыздық мәселесіне, әсіресе исламдағы заң тұрғысында бір әрекеттер жасау керек екенде қажеттілігін тиісті бізге біздің қазақтың ұлттық өзінің салт дәстүр мұрасы негізінде соны қолдайтын, соны бір беріктігін сақтайтын тиісті заң нормаларын қажеттілік жөнінде сөз саптауына соны аңғаруға болады. Мен ойлаймын, осы енді жоқ маңда бұл заңның жобасы бізге келіп кіру керек шығар. Біз енді оны тағы да ұзақ күтпейміз. Президенттің айтқан бастамасы негізінде қайтадан мемлекеттік органдардан талап ете бастаймыз. Заң жобасы өзі тұтастай келе ме, жоқ әлде бір заң нормалары қазір қолданыстағы заңдардың әртүрлі азаматтық кодекс деген сияқты басқа да заңнамаларға бір бап тиісті қажетті баптар ретінде келе ме, оны көреміз. Дегенмен бір қалай болғанда да біз елдегі қалыптасқан осы бір діни алакөздік дейміз бе, бұра тартушылыққа қарсы бір әрекеттер жасауымыз керек. Мысалы үшін мектептердегі оқу формасы дейді ғой, оқушылардың формасына байланысты оны тиісті уәкілетті орган, жаңағы білім ғылым министрлігі деген сияқты жаңағы мемлекеттік органдардың ішкі өзінің ведомство актыларының негізінде, бұйрықтардың негізінде сондай бір ортақ ереже қалыптастыру жөнінде ол бұрыннан бар болатын. Ал енді мына жасалған заң жобасында бұл әрине енді қазір ол жоба ғой. Оны қазір осы жерде алдын ала дабыра қылып айтатын әңгіме емес, ол парламентке келіп түскеннен кейін оны талқылау болады. Соның барысында мен ойлаймын, бұл мүдделі азаматтар, мүдделі депутаттар бар, басқа заң жобасын талқылайтын жұмыс тобына басқа да сырттан қоғамдық ұйымдардан, қоғамдық институттардан сарапшылар тартылады. Жаңағы дін мәселесімен айналысатын институттардан өкілдер тартылып, солар арқылы талқылау жүреді, үлкен талқылау. Соның нәтижесінде біз бір ортақ темір қазық болатындай бір ортақ заң нормаларының мүмкіндігіне қол жеткіземіз деп ойлаймын. Біз енді қалай болғанда да мынау теріс діни ағымдардың қоғамға, қазақ халқына, ислам тұтанған қауымға, қауымдастыққа өзінің жаңағы тізесін батырып, немесе өзінің бір сырттан алып келген жаңағындай бір нормаларын тықпалауына біз қалай болғанда да тосқауыл қоюымыз керек. Осы тұрғыда заң жобасында нормалар болады деп ойлаймын. Шетелге кеткен активтер туралы сөз қозғасақ, президенттің бастамасымен осы іс атқарылып келеді. Ресми деректер бойынша 2 триллионға жуық ақша Қазақстанға қайтарылған екен. Жалпы парламент тарапынан бұл мәселе сіздердің назарыңызда ма? Негізінде енді келіп қайтып жатқан активтер 2 триллион деген
теңгенің көлемінде дегенде ол ақша түрінде ме, жоқ ол әлде бір акциялар ма, әлде бір ғимараттар ма, ол жөнінде бізде нақты ақпарат жоқ. Жалпы активтер дейді екі түрлі. Оның қаншалықты жаңағы банкіде жатқан есепшоттан келген ақша екенін біз білмейміз ғой. Сондықтан жалпы алып қарағанда мынау қайтып жатқан активтерді басқару компаниясы деген бар ғой. Соның жұмысы да бізге жасырын, құпия жұмыс істеп жатыр қазір. Сондай қазір саясат ұстанып отыр активтерді қайтару мәселесінде. Сондықтан енді оның қаншалықты нақты жағдайда қаншалықты былай пайдалы немесе осындай қажеттіліктен туып отырғанын мен айта алмаймын. Бірақ тиісті мемлекеттік органдармен былай жұмыс барысында ақылдасып әрбір мәселені талқылау барысында маған түсіндірген жағдай осындай қазіргі жағдайда активтерді мынау өзі қаласымен қайтару, реестрге жаңағы енген азаматтар өзінің өз еркімен қайтару осы процесі бізге нақты жағдайда сол қажет, әлдеқайда пайдалы, әлдеқайда тиімді деген сияқты уәж айтып сондай. Соған мен қалайда енді былай айтқанда әу баста ықыласты болдым, әлде дұрыс шығар енді. Ал енді мәселен реестрге енген әлде бір тұлғаны бірден сотқа сүйреп бару, ол сот ұзақ процесс. Сот деген дүние негізінде активтерге, қаражатқа, ақшаға байланысты дүние. Сот деген мәселе бұл шетелде айлап жылдарға созылатын процесс. Осы тұрғыда бәлкім тиімді шығар деген мен ұстанымда болғам. Қазір енді мен айнып бара жатқан жағдайым бар. Өйткені біз осы 2 жылдан астам уақытта жаңағы өз еркімен қайтарылды деген активтердің жалпы сомасы 2 триллион дегенде не болады? Ауызға толтырып 2 триллион деп айтқанымен оның мынау уақыт пен екі ортадағы балансын қарап алсақ, 2 жылдағы 2 триллион деген бұл соншалықты бір көп сома емес. Біз бұндай қарқынмен шетелге сыртқа жылыстаған активтерді қайтаруды ондаған жыл, кейбір сарапшылардың пікірі бойынша 100 жыл көлемінде қайтарамыз деген сондай болжам, сарапшылық пікір бар. Сондықтан сол активтерді қайтарудың динамикасына көңіл толмайтын жағдай бар. Өңірлерді дамыту бойынша президент бірқатар тапсырмалар берді. Мысалы, Арқалық тас жолын салу. Жалпы бұл тас жолы біздің Қазақстанның халқының әл-ауқатына қалай әсер етпек? Жалпы осы құрылтайда соңғы Астана, Торғай, Ырғыз, Транскаспий магистралін салу жөніндегі президент Тоқаевтың бастамасы бұл өте көңілге қонымды дүние. Мен өзім ойымша, бұл мынау қазір арқаның үстімен бірден Каспий коридорына кіретін төте жол салу, бұл өзі қарап отырсаң логистика тұрғысында да тиімді екені көрініп тұр. Екіншіден, жол салу деген бұл ізгіліктің дүниесі ғой. Жол салу, көпір салу деген мәселе сауапты дүние дейді ғой, бұл айтқанда. Ал енді осы сауапты істің төңірегінде жолдың бойында қаншама жұмыс орны ашылады. Оның бойында сервистік қызмет атқару, сауда сатық жүреді жолмен. Ұлы жібек жолының бойымен кезінде анау Тынық мұхиттан бұлай Европаға дейін сауда саттықтың керуені болды ғой. Сол сияқты мен де ойлаймын, осы қазіргі егерде осы алдағы жылдары құжаттары дайын болатын болса, бұл жұмыс басталатын болса, бұл елдің жол индустриясын біраз өзінің соңына ерте алатын, біраз жүкті арқалап кететін құрылыс болады деп ойлаймын. Бұл кезінде әу баста осыдан 5-6 жыл бұрын ба, 10 шақты жыл бұрын басталған Батыс Қытай, Батыс Европа трансмагистралы бар ғой. Соның бір сыңары болып шығады. Менің ойымша бұл жұмыс орындарын ашумен бірге біздің мынау қазіргі экономиканың дағдарыс жағдайында біраз жаңа мүмкіндіктер ашады деп ойлаймын. Мәселен, өткен ғасырдың 20-30 жылдарында Америкада ұлы депрессия болды ғой. Сол кезде батыстан шығысқа
Тынық мұхит пен Атлант мұхитының арасына Америкада жол салу сондай науқаны жүрді. Сол науқанның нәтижесінде Америка сол ұлы дағдарыстан шықты. Сол сияқты біздің елде де осындай бір мүмкіндіктердің нышаны бар. Осы тұрғыдан келгенде бұл мәселе президенттің көтеріп отырған тақырыбы, оны қолдау керек деп ойлаймын. Ол бізге қоғамға да, жалпы елдің экономикалық дамуына да бір тың серпін беретін, жаңа бір бағыт бағдар беретін бастама деп ойлаймын. Жалпы бұл аймақты осындай мүшкіл халге жеткізуімізге не себеп болды? Бұл енді жылдар бойы қалыптасқан мәселе ғой. Бұл орталық Қазақстан болғанда жаңағы Астана мен Торғай арқылы Торғай даласы ғой. Бұл енді бетпақ-дала кезіндегі. Сондықтан жалпы арқаның бойымен өткен, оңтүстіктен солтүстікке немесе шығыстан батысқа өткен трансмагистралдар тапшы болды. Сондықтан соңғы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бергі 30 жылдың ішінде 30 жылдан астам уақытта бұл мәселеге көңіл бөлінбеді. Совет одағынан кезден, кеңестік кезден қалған сол магистралды пайдалану, әбден тозығы шыққан жолдарды пайдалану, Ырғыздың даласының жолымен өз көзіммен көргем. Осы анау батыс Европа, батыс Қытай жолы салынғанға дейін сол Ырғыз даласындағы біздің жаңағы мынау Ресейге қарай шығатын, Европаға қарай шығатын негізгі тас күре жолымыз қандай екен, қанша көліктің батып жатқанын біздің өзіміз де бір газет тасыдық мына неден Астраханнан Алматыға. Сол кезде автобус жылдап. Сол кезде автобусымыз батып 10 күн жатты сол жерде. Оны шығару үшін жаңағы мынау Қызылорда жақтан сүйрейтін техника бар, ол батты ол жерде. Осындай жағдай болды ғой, өзіміз кеше ғана куә болған, осындай қиындықтар болған. Енді қазір елдің экономикалық әлеуеті біршама еңсесін көтерген кезде осындай үлкен жобаларға бару бұл үлкен қажеттілік деп ойлаймын. Бір саясаттанушы Тоқаев биліктен кеткен соң не боларын болжаған екен. Айтуынша Қытай мен Ресейдің ортасында қыстырылып, тіпті екеуінің бірінің автономиясына айналуымыз мүмкін. Ал сіздің ойыңызша? Ол мүмкін емес жағдай. Қазіргі әлемдік дүниедегі мемлекеттер арасында қарым-қатынастың мәселесінде әрине бір ушығып тұрған бір жағдай бар. Мәселен, алып елдер, алып державалар, алпауыт елдер әлемнің картасын қайта бөліске салу жөнінде қазір әлдеқайда түсініксіз бастамалар бастады ғой. Америка мәселен Канаданы өзіне алып алмақ сияқты, Гренландияны басып аламыз, бізге беріңдер деген сияқты. Панама каналын Мексикаға қарай өздерінің жаңағы бір ықыластары бар екен, сондай сездіре бастады. Ал енді Ресейдің мынау шығыс Еуропаға қарай жасап жатқан әрекеті де белгілі. Бірақ осының бәрі мен ойлаймын, біздің дәл қазіргі президент Тоқаевтың ұстанып отырған дипломатиялық саясатының негізінде біз бейтарап елміз, нейтрал. Біз ешқандай да бір қақтығыстарға, немесе бір әлемдегі кикілжіңдерге араласып жатқан, тікелей әрбір бір тараптың жағына шығып жатқан ел емеспіз. Біз қалыптасқан халықаралық заңдар, конвенциялар, ООНның уставы негізінде өзіміздің сол уставтардың, құжаттардың негізінде дипломатиялық саясат ұстанып отырған елміз. Сондықтан мен ойламаймын, осы жуық 10 жылда Қазақстанға қатысты әлдеқайда бір агрессия болуы, немесе жаңағы оның территориясын басып алу әрекеттері болуы мүмкін деген жоралғыға мен онша келіспеймін. Бірақ дегенмен қатер, риск, тәуекелдер бар. Мәселен, қазіргі геосаяси жағдайда. Бірақ оны Қазақстанды түгелдей басып алу деген тұрғыда келмеу керек, айтуға келмейді. Ал енді осы 10 жылда мәселен президент Тоқаевтың осы саясатының соңына таман елде бір саяси үлкен өзгерістер болуы мүмкін. Ықтимал, мәселен, мынау біздің парламенттік жүйемізде өзгеріс болуы мүмкін. Сенат пен мәселен мәжілістің екеуін бірігіп бір
палаталы парламент, есесіне депутаттар корпусының көлемі өсуі мүмкін деген сияқты болжамдарды былай санаға сіңімді мәселе ол. Оны жоққа шығаруға келмейді. Әрине ол енді үлкен бір талқылаудың нәтижесінде болатын өзгеріс шығар, өзгерістер болатын. Бәлкім біз парламенттік президенттік республикаға айналуымыз мүмкін бе? Ол тұрғыда қаншалықты біздің қазіргі даму дәрежемізде және мынау әлемдік саясат жағдайында біздің осындай жүйе қалыптастыру қаншалықты қажет екен деген тұрғыда оның бәрі зерттеліп, талқыланып, әбден сараланып барып, жаңа парламенттің дәрежесінде қоғаммен талқылаудың нәтижесінде жүзеге асатын мәселе деп ойлаймын. Енді оның бәрін қазір біз осылай болады деп шорт кесіп айтуға келмейді. Мен оған ол жағынан тәуекел етіп айта алмаймын, бірақ дегенмен ондай дамудың ондай бір әлеуеті болуы мүмкін. Менің ойымша, біз егерде осы экономиканың осы саласына тиісті бір ұтымды инвестициялар тарта алатын болсақ, және елдің өз ішкі әлеуетінің мүмкіндіктерін пайдаланатын болсақ, біз әлдеқайда бір жаңа сатылық даму деңгейіне шығамыз деген ойдамын.